ертең қандай болғаның есіңде ме? Басың тұнып тұрған ой нағыз тапқырсың. Мен өңгір адамын. Жоқа! Тоқта! Жоқ, мұрныңды бет қылуға бөгет болып тұрған мынау не бәле? Шайыр. Жоқ, отбасыма оралуым керек. Қозғала берме, қасарыспағаның өзіңе жақсы. Жоқ. Қозғалма дейін. Бұдан шыға алмаймыз. Рас айтам. Мен білем. Қайдан? Отбасым. Е. Өкінішті. Ол кезде кішкентай болатынмын. Ата-анамның соңғы сөздері есімде. Жасырынба. Өмір сүр. Күнге қарай ұмтыл. Сонда ертеңге жетесің. Жарыққа ұмтылған екенсің ғой. Қызым саған қатты ұқсайды. Жоға, ол саған тартқан. Сені жақсы көреді, бірақ соны айтуды ұмытып кетеді. Жақсы көретінді өзіңде айта бермейсің ғой. Олардың өмірін қорғаймын деп жүріп, қолым тимегенде болар. Әрине, бұл әкелік міндет. Дәл солай. Мына жерде қалсам, оларды қорғай алмайым. Тағы бір ақылың керек. Қане, сен шығар жолды табасың. Белбеу, тез арада тығырықтан шығатын ақыл керек. Ау! О, таптым! Бір түрлі. Иә, білем. Алайда ол қолынан келгенше аяған жоқ. Қане ол? Белбеу, маған романтика қажет. Қане бар өнеріңді сал. Иә, көзі түсті. Енді аянып қалмай барымыз салайық. Жақындайтын түрі жоқ. Байқаймын, мысығымыз қорқып тұрғанға ұқсамайтын сияқты. Қорыққаны керек пе? Қорыққаның қандай болатынын көрсетейін. Таяқтарды бер әкел. Мықтап ұста! Сен бізді құтқардың. Грак! Сәлем! Ей, сәлем! Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Ай! Грак, шешімді өзің айт. Бізді ертеңге жетеле. Жүгіріңдер! Болыңдар! Болыңдар! Рас айтыпсың. Қараңдар, міне! Күн! Дәл солай! Біз онымен ертеңгі күнге аттанамыз.